Сәлем достар, сіздермен бүгін біз гүл ханым немесе роза манты деп аталатын тағам дайындайтын боламыз. Өте дәмді әрі өте оңай дайындалады. Сіздер де жасап көріңіздер. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Су, тұз, мен пісте май қостым. Сіздер қоспасаңыздар да болады. Және жұмыртқамызды салып, жақсылап тұзымызды ерігенше араластыратын боламыз. Сіздер қолмен араластырсаңыздар да болады. Одан кейін електен өткізілген ұнымызды осылай ортасын ашып алып, дайындаған суымызды үстіне құйып отырып, жақсылап араластыратын боламыз. Ешқандай іртіктелмейді. Қатты қамыр болып шығады. Қаттылығында тұрған ештеңе жоқ, әдемі болып шығады. 5-10 минутқа тұндырып қоямыз. Сол кезінде әдемі жайылып, әрі езілмейтін болады. Қамырымыз осылай тұнғанша біз фаршымызды дайындап алатын боламыз. Пиязды, чеснокты, етті барлығын мен ет тартқыштың көмегімен өткізіп алдым. Және ішіне картоп саламыз. Майда кубиктап, әдемілеп, турап салатын боламыз. Фарштарыңыздың тұзын міндетті түрде көргендеріңіз дұрыс. Менің етім тұздалған болғандықтан мен фаршыма тұз салмадым. Осылай картошканы, фаршты барлығын жақсылап араластырамыз. Одан кейін біз қазанымызға подливын жасап алатын боламыз. Пиязымызды, картошкамызды сәбіз салсаңыздар да болады, майдалап. Және қырыққабатыңызды салсаңыздар да болады. Дәмі кіреді, онда тұрған ештеңе жоқ. Мен картошканы осылай майдалау қылып турадым. Сіздер ірілеу турасаңыздар да болады. Осылай барлығын турап дайындап алған соң, қызып тұрған қазанымызға пісте майымызды құйып, үстінен пиязымызды салып, кішкене қызарғанша орташа отта ұстайтын боламыз. Үстінен қызанақтарымызды, яғни томатымызды мен морозильникке салып қоямын. Осылай қазанымызға салып, үстінен чеснок салып, салмасаңыздар да болады, ұнамаса. Жақсылап араластырып, үстінен картопымызды салатын боламыз. Кішкене қызарғанша жақсылап қуырып аламыз барлығын. Осылай әдемі болып қызарып қуырылады, қатты күйіп кетпесін. Үстіне тұзымызды саламыз, дәміне қарай. Үстінен суымызды құямыз. Суымыз картопымызды жауып тұрса болғаны. Осылайша біздің подливіміз дайын деуге де болады. Қақпағын жауып, қайнағанша қойып қоямыз. Ол қайнағанша біз қамырымызды жайып алатын боламыз. Дөп-дөңгелек болып жайылады, ешқандай кедергі келтірмейді, қатты болып қалмайды, оңай жайылатын болады. Ұрпағымызды аз-аздан сеуіп отырып жаямыз, жұп-жұқа болып шығады. Осылай әдемілеп жайып алған соң, біз пышақтың көмегімен кесетін боламыз. Мен сәндік үшін осындай бұйра пышақпен кестім. Сіздер кәдімгі пышақпен кесе берсеңіздер де болады. Мен фаршымның тұзына, дәм татымына қарай осылай тұз, бұрыш салып алдым. Осылай кескен қамырымыздың ортасына, дәл ортасына осылай салып шығып, екінші бетін жауып шығамыз. Үстінен 1-2 рет басып шығыңыздар. Сол кезінде әдемі болып тұрады. Осылай ораймыз. Сіздер толығымен орасаңыздар да болады. Мен тек жартылай ғана орадым. Өйткені үлкендік қалатын болды. Сондықтан осылай жартылай орап алдым. Барлығын осылай әдемілеп гүл пішінде етіп орап аламыз. Дайын болып тұрған подливімізге осылай мантылерімізді, яғни гүлдерімізді әдемілеп салып шығатын боламыз. 20-25 минутта піседі. Осылай піскен кезінде бетіне осылай көкөністерімізді салып жесек, иісі де, дәмі де өте керемет болып шығады. Осылай ыдысымызға салып, ұсынатын боламыз. Барлығына ұнайды. Егер жасап көріп жатсаңыздар, ұнаса, лайк басып, тіркеліп, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.